Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман. Бүгін сіздерменен қыс мезгіліндегі жиі кездесетін жарақат түрлерімен, олардың белгісі және де көрсететін алғашқы көмектерменен түсіндіріп өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп, өз денсаулығыңызды нығайту мақсатменен басқа да менің видеоларымды қарап өтсеңіз болады. Қыс мезгілі бастала салып, сырғанауға арналған орындарға балаларды қыдырту мақсатменен көп адамдардың қызық іздеп ағылуы белгілі. Ал травматологиялық ауруханаларда жаз мезгіліне қарағанда қыс уақытында пациенттер жиі түседі. Осындай қолайсыз жағдайларды болдырмау үшін, егер сіздер ұзақтау уақытқа шығатын болсаңыздар, салқын қыс ауасында, онда сол ауа райына сай киінуді ұмытпаңыздар, үсікті болдырмау мақсатында. Және де коньки тебетін болсаңыздар, алаңның мұзы біркелкі болуын және де кедір-бұдыр болмауын қадағалаңыздар, жарақаттарды болдырмау мақсатында. Және де аяқ киімді таңдағанда аяқ киім табанына да мән беріңіздер, өйткені көптеген жарақаттар осы қыс уақытында болып жатады. Ауа райының қолайсыздығы, жердегі қар, мұз әсерінен тайып құлап жарақаттанатындар саны артады. Бұдан бөлек, басқа да жыл мезгілдерінде де жарақаттанулар бар. Осындай жарақат алған жағдайда ажырата алу үшін және де алғашқы көмек көрсете алу үшін сіздерге мына ережелерді біле жүріңіздер демекпін. Ең бірінші ол жарақат, ол қатты заттың құлауы немесе тиюі салдарынан жұмсақ тіннің езілуін айтады. Ал екінші ол буын аралық тіннің созылуы. Ол жеңіл жарақаттарға жатады. Буын аралық тіннің созылуы, яғни аяқты немесе қолды басқаша бір қимылдатып қалған оқыс жағдайларда осы жарақаттар жиі кездеседі. Оның белгісін қалай ажыратамыз? Оның белгісі орны ауырсынады, әрине, орны ауырсынады және де алғашқы 1-2 тәуліктерде ол жерде көгерулер жүреді. Яғни көгеру болады. Бұл жағдайларда біз қалай көмектесеміз? Егер сондай жарақат көретін болсақ, ең алдыменен жаңағы буын аралық тіннің созылуында басқалай қозғалтпай, мейлінше бір қалыпта ұстап, солай тасымалдаймыз травматологиялық орталыққа. Екінші, жарақат орнына салқын басамыз. Жаңағы жарақаттың үстіне бір дәке қоясыз, және де соның үстінен мұз немесе қыстың күні болса қарды басуға болады. Және де оны міндетті түрде дәрігерге көрсету қажет. Буынның шығуы, екінші жарақат, буынның шығуы деген сол буынның өз орнынан тайып кетуін айтады. Буын капсуласының жыртылуымен де осылай көрініс табады. Оның белгісін қалай ажыратамыз? Ода да жарақаттың орны ауырады және де ол бірден ісініп кетеді, қатты ісініп, қатты ауыратын болады. Мұндай жағдайда біз бұл жағдайда да жарақатты қозғалыссыз қалдырамыз, яғни өз бетіңізбен саламын, орнына келтіремін деп тырыспау қажет. Екіншіден, міндетті түрде травмпунктке апарамыз. Яғни міндетті түрде ол шыққан буынды рентгенге түсіріп, сол жердегі дәрігерлер орнына қойып беру қажет. Келесі жарақат ол сыну. Сыну бұл құлау немесе әлде бір күштің әсерінен сүйектің бүтінділігінің бұзылуын айтады. Бұл әсіресе қысқы уақыттарда сан сүйегі ең жиі сынуға ұшырайды. Әсіресе үлкен қарттардың арасында көп жүреді. Ең ауыр сыну түрлері ол 8 көз құйымшақтың және де бас сүйегінің сынуы болып саналады. Сонымен қоса қыс уақытында кеуденің төменгі тұсының сынуы және де тізе, шынтақ буындарының шығуы, осындай жарақаттар жиі кездеседі. Ал сынуды біз қалай ажыратамыз? Ол қатты ауырсынады, сынған жер және де деформацияға ұшырайды. Деформация деген, яғни қалыпты түрден айнып тұрады. Мысалға, қолдың сынуы болса, сол жердің шошайып, жабық жарақат болатын болса, жаңағы терден осылай шошайып көрініп тұратын болады. Және де сынған жердің қозғалысы болады. Ары-бері қозғалтқанда, жаңа қалыпты емес қозғалыстар болу әбден мүмкін. Бұндай жағдайда алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Бұл жағдайда біз өз еркімізбенен оны егер қолы сынатын болса, аяқ сынатын болса, сол сынған жерді қозғалтып, ары-бері қозғауға болмайды. Міндетті түрде фиксациялаймыз, яғни сол тұрған қалпында қатырамыз. Мысалға, егер де иық, бұғана, сүйектер сынатын болса, онда сол қолымызды алып,
жаңағы сынған жерді алып өзін денеге орап матаймыз. Яғни дәкемен, жалпақ тілмен айтқанда бинтпен орап қозғалыссыз қалыпқа келтіреміз. Ал егерде аяқ сынатын болса, табан сүйегі, аяқ сүйегі сынатын болса, онда шина тәріздес етіп қолдағы бар затпен, тақтай болады ма, темір болады ма, аяқты екі жағынан қойып, тақтайды жаңағы темірді екі жағынан қойып, аяқты сонымен ортасына аяқты қалдырып, екі жағынан бинтпен жақсылап тұрып ораймыз. Яғни қозғалтпау қажет. Дәл солай көлікке отырғызып, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Жарақат кезіндегі алғашқы көмек түрлерін сіздерге қысқаша ғана айтып түсіндірдім. Егер сіздерге мәлімет ұнайтын болса, міндетті түрде лайк басып, және де пікірге өздеріңізді қызықтырған денсаулыққа қатысты кез келген тақырыпты жаза өтсеңіз болады.